Қайырлы күн, құрметті көрермендер және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Жамбыл облысының өңірлік коммуникациялар қызметі тікелей эфирде жұмысын бастайды. Добрый день, уважаемые зрители, а также представители средств массовой информации. Региональная служба коммуникации Жамбылской области начинает свое прямое вещание. Бүгінгі баспасөз мәслихатының тақырыбы Қордай ауданының әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері туралы. Тема пресс-конференции о показателях социально-экономического развития Кордайского района. Облысымыздың бас медиа алаңының құрметті спикермен таныстырып өтейін. Қордай ауданы әкімінің орынбасары Сүгірбай Дамира Маратқызы. Құрметті Дамира Маратқызы, алаңымызға қош келдіңіз. Сөз тізгіні өзіңізде. Мархабат. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, қадірменді көпшілік қауым. 2022 жылғы 11 айдың қорытындысы бойынша Қордай ауданының әлеуметтік экономикалық дамуының көрсеткіштері туралы баяндама жасауға рұқсат етіңіздер. Ағымдағы жылдың 11 айдың қорытындысы бойынша ауданның экономикасының барлық салаларында да динамика оң қалыптасты. Жалпы өңірлік өнім 185,6 миллиард теңгені болып, экономикалық өсім 127% болып құрады. Өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, құрылыс, салықтық түсім, жалақы, бюджет кірісі артып отыр. Енді әрқайсына қысқаша жекелей тоқтала кететін болсақ, ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы көлемі 92,3 миллиард теңгені құрап, нақты көлем индексі 103% құрады. Қордай ауданы өздеріңізге белгілі ауыл шаруашылық бағытындағы ауданның бірі. Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлердің көлемі 609,175 гектарды құрайды. Егіс алқаптарының құрылымын әртараптандыру мақсатында 2022 жылдың 11 айында 139,581 гектар жерге дәнді дақылдарды орналастыру жоспарланса, осы жоспарлар 100%-ға орындалып отыр. 22 жылы масақты дақылдар 68,400 гектар толығымен орылып, 108,735,4 тонна астық бастырылды. Енді осы жерде айта кететіні, ағымдағы жылдың өніміне Сарбұлақ жауапкершілік шектеулі серіктестігі, Самғау, Нөсер, Бәйтерек шаруа қожалықтарының жаңа заманның ағысына қарай жоғары сортты бидай өнімдерін егіп, содан мол өнім алуында. Егін орағына аудан бойынша барлығы 105 астық комбайндары және 368 автокөлік, сондай-ақ 582 трактор тіркемелерімен қатысып отыр. Астық қабылдауға 21 қырман, 29 автокөлік таразылары, 15 тұқым тазылағыш қондырғылар егін орағына қатысып отыр. Аудан бойынша 2022 жылдың 1 желтоқсанына мал басының саны мүйіздері қарамал 73,773, жылқы 17,397 бас, қой 434,346 бас, ешкі 12,051 бас және құстар 124,833 басты құрайды. 22 жылдың қаңтар-қараша айларында 1 миллиард 597 миллион теңгеге барлығы 227 бірлік техника алынып отыр. Ағымдағы жылы аудан бойынша мал азығын дайындау үшін жалпы 50,145 гектар шабылып отыр. Сонымен қатар 267,8 тонна шөп, 15,000 тонна пішендеме, 74,000 тонна сабан және сүрлемдік жүгері 17,000 тонна дайындалды. Ауданымызда пияз және картоп өнімін сақтауға арналған жалпы сыйымдылығы 45,100 тонналық 37 қойма орналасқан. Бүгінгі күні осы қоймаларда 38,150 тонна көкөніс сақталуда. Аудан бойынша жалпы 14,430 гектар жерде су үнемдеу технологиясымен суарылады. Оның ішінде тамшылатып суғару 12,030 гектар,
және жаңбырлатып суғару жүйесімен 2400 гектар. Мемлекет тарапынан ауданда шаруашылықтарға көктемгі дала жұмыстарына 1950 тонна, ал күзгі дала жұмыстарына 1235 тонна кепілді дизель отыны бөлінді және шаруашылықтарға берілді. 11 айда 1459 ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне 4 миллиард 164 миллион теңге субсидия беріліп отыр. Яғни бұл да осы ауыл шаруашылық саласын дамытуға өзіндік үлесін қосуда. 2022 жылдың 11 айында түрлі бағдарламалар арқылы жалпы 6,4 миллиард теңгеге несие берілді. Енді өздеріңізге белгілі, соңғы жылдары Қордай ауданы құрылыс алаңына айналып отыр. Құрылыс жұмыстарының көлемі 21,9 миллиард теңгені, немесе нақты көлем индексі 134,1% құрап отыр. Яғни осы 22 жылы 29 жобаға республикалық, облыстық және жергілікті бюджеттен 53,4 миллиард теңге бөлініп, жобалар жүзеге асырылуда. Осы бүгінгі күнге дейін 11 нысан құрылысы толығымен аяқталды. 9 нысан осы жылдың соңына дейін, жаңа жылға дейін тапсырылуда, яғни тапсырылуы тиіс, ал 9 нысан 23 жылға өтпелі. Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің 58-де 7000 шаршы метрі енгізіліп, нақты көлем индексі 102% құрап отыр. Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге мұқтаж азаматтар ретінде ауданда 2318 азамат кезекке қойылған. Биылғы жылы асарлатып үй салу жобасы бойынша 15 жеке тұрғын үймен белгілі бір санаттағы азаматтар тұрғын үймен қамту жоспарланса, бүгінгі күнге 10 тұрғын үй пайдалануға берілді. Бүгін Степной ауылдық округінде 11-ші үй осы асарлатып үй салу жобасымен берілуде, қалған 4 үй осы жаңа жылға дейін толығымен беріледі. Газбен жабдықтауға келетін болсақ, Қордай ауданында 2022-2023 жылдары 5 елді мекенді, атап айтқанда Еңбек, Қарасай, Ноғайбай, Сарбастау, Шарбақты елді мекендерін газдандыру мақсатында республикалық бюджеттен 2 жобаға жалпы 888,8 миллион теңге қарастырылып, құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Адамның өмір сүруінің сапасын әсер ететін бірден бір фактор ол ауыз су болатын болса, ауданымызда бүгінгі күнге 32 елді мекен орталықтандырылған ауыз су жүйесімен қамтамасыз етілген. Яғни ауыз сумен қамту үлесі аудан бойынша 78% құрайды. 2022 жылы 4,1 миллиард теңгеге ауданның 5 елді мекенде жаңа ауыз су желісінің құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Бұл нысандардың барлығы 2023 жылға өтпелі. Ауданымызда жалпы автомобиль жолдарының ұзындығы 1344 шақырымды құрайды. Оның ішінде республикалық мәндегі жолдардың ұзындығы 308 шақырым болса, оның қанағаттанарлықсыз жағдайы 42 шақырым, яғни 13,6%. Аудандық мәндегі жолдардың ұзындығы 275 шақырым болса, қанағаттанарлықсыз жағдайдағысы 19,3 шақырым, немесе 7%. Және ауылішілік жолдардың ұзындығы 760 шақырым, оның ішінде қанағаттанарлықсыз жағдайдағы 228 шақырым, немесе 30%. Осы 22 жылдары жалпы ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында жалпы 337 миллион теңге бөлінген болатын. Кенен, Атар, Жаңа Тұрмыс ауылындағы бірқатар ауылішілік жолдар жөндеуден өтті. 2022 жылдың 11 айының қорытындысы бойынша аудан бюджетінің кіріс бөлігі жоспардағы 24 миллиард 927,5 миллион теңгенің орнына 25 миллиард 523 миллион теңгеге, немесе 102%-ға орындалды.
Оның ішіндегі меншікті кірістер жоспардағы 3 миллиард 466 миллион теңгенің орнына 4 миллиард 129 миллион теңге қамтамасыз етіліп, 662-де 7 миллион теңге артығымен түсті. Яғни жоспар 119-да 1%-ға орындалды. Қордай ауданы бойынша 503 отбасыға немесе 2612 адамға мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек беру үшін 194-те 3 миллион теңге қарастырылған болатын. Есептік кезеңде 174-те 9 миллион теңгеге атаулы әлеуметтік көмек көрсетілді. Ресми түрде жұмыссыздық деңгейі 4-те 5%-ды құрайды. Қордай ауданында 52 медициналық ұйым қызмет көрсетеді. Биылғы 22 жылдың 11 айында Сұлутөр ауылында 10 ауысымға арналған фельдшерлік пункт құрылысына 82 миллион теңге, және Беріктас ауылындағы 10 ауысымға арналған фельдшерлік пункт құрылысына 75-те 2 миллион теңге. Сондай-ақ Атар ауылындағы дәрігерлік амбулатория ғимаратының күрделі жөндеу жұмыстарына 131-де 4 миллион теңге бөлініп, жұмыстар аяқталды. Ауданымызда жалпы 47 мемлекеттік мектеп және 13 бастауыш жекеменшік мектепте барлығы 32.246 оқушы білім алуда. Аудан бойынша мектепке дейінгі тәрбиемен 3-6 жас аралығындағы балалар 100%, ал 1-6 жас аралығындағы балалар 97-те 7% қамтылып отыр. Өздеріңізге белгілі, осы ағымдағы жылы Арал ауылында 180 орындық мектептің құрылысы аяқталып пайдалануға берілді. Сондай-ақ 3 мектепке күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Ауданымызда 14 және 29 жас аралығында 33.476 жас бар. Бұл ауданымыздың барлық тұрғындарының 22-де 7%-ын құрайды. Биылғы жылы осы 11 айдың қорытындысымен 682 жас тұрақты жұмыс орнына орналасты, 137 жас қоғамдық жұмысқа жолданды, және 136 жастар тәжірибесі арқылы жұмысқа жолданып отыр. Өздеріңізге белгілі, биылғы жылы мемлекеттік грант берілген болатын. Ауданымызда 253 грант берілсе, соның 182-сі осы жастарға берілді. Бұл да ауданымыздың жастарына үлкен қолдау десек болады. Дипломмен ауылға бағдарламасы аясында 2022 жылы 10 маманға 82-де 7 миллион теңге қаражат қарастырылып, аудандық бюджеттен көтерме жәрдемақы әлеуметтік қолдау шараларына 80 маманға 24-те 5 миллион теңге қаражат бөлінді. Нәтижесінде 11 айдың қорытындысымен 24-те 5 миллион теңгеге 80 жас маман көтерме жәрдемақы алып отыр. Өздеріңізге белгілі, 22 жыл еліміздің президентінің тікелей жариялауымен балалар жылы деп аталған болатын. Ауданымызда 11 айдың ішінде осы балалар жылына орай 66 іс-шара ұйымдастырылып, оған 32 мыңнан аса бала қамтылып отыр. Сондай-ақ ата-ананың қамқорлығынсыз қалған 29 балаға пәтер кілттері тапсырылды. Сондай-ақ мейірім жобасы аясында 102 баланың жеке есеп шоттарына 3.800.000 аса қаражат аударылып отыр. Ауданымызда барлығы 59 мәдени ошақ халыққа қызмет етуде. Биылғы жылы 11 айдың ішінде 2100 мәдени іс-шара ұйымдастырылып, 130 мыңға жуық адам қамтылып отыр. Бейбітшілік және келісім жобасы аясында ауданымызда өздеріңізге белгілі тілдерді оқыту орталығы ашылған болатын. Осы орталық аясында қараша айында 61 топта 744 тыңдаушы курсты аяқтап сертификатын алды.
Сондай-ақ биыл мына мәдениет саласында бір үлкен жетістігіміз Сұлутөр ауылында 180 орындық және Еңбек ауылындағы 90 орындық мәдениет үйлеріне күрделі жөндеу жұмыстары беріліп, пайдалануға берілді. Сондай-ақ ауданымыздың аудандық мәдениет үйінде күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Міне аз ғана санаулы күндерде толығымен іске қосылып пайдалануға берілетін болады. Аудан бойынша ағымдағы жылы 1,4 миллиард теңгеге 4 спорттық сауықтыру кешендерінің құрылыстары жүргізілуде. 2022 жылы Сарбұлақ ауылдарында бір спорт кешені пайдалануға берілген болатын. Қалған 3 нысан 2023 жылға өтпелі. Спорт нысандарының қатары көбеюі жүйелі түрде дене шынықтырумен және спортпен айналысатын тұрғындардың санын артуына себеп болып отыр. Бүгінгі күні ауданымыздағы тұрғындардың 60.944-і немесе 38,5% осы жүйелі түрде спортпен шұғылданатын азаматтардың қатарында. Ал 1000 адамға шаққандағы халықтың спорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілу үлесі 59,2%-ды құрайды. Осы спорт саласында есепті кезеңде 418 спорттық шаралар ұйымдастырылып, 16 мыңға жуық адам қамтылды. Жалпы аудан көлемінде 11 айда атқарылған жұмыстар мен істеліп жатқан жұмыстарға қысқаша баяндамам осымен аяқталды. Енді алдағы уақытта ауданымыздың әкімі Бекзат Сесенқұлының бастауымен халықтың табысын, әл-ауқатын арттыру және ауданымыздың экономикасын дамыту мақсатында Қазақстан Республикасы президентінің жүктеген міндеттерін жүзеге асыру бағытында алдағы уақытта да жүйелі жұмыстар өз жалғасын табады деп сіздерге сендіремін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Баяндамаңызға рахмет. Әріптестер, сауалдарыңыз бар ма? Қанша тоннаға дейін сіздер астық сақтай аласыздар? Сол жайында айтыңыз. Жақсы. Жаңа өзімнің есепті баяндамамда айтып кеттім. Солды ма? Жаңа ғана есепті баяндамамда қысқаша айтып кеттім. Жалпы ауданымызда соңғы осы жаз мезгілінде жақсы дәнді дақылдар жиналды десек те болады. Ауыл шаруашылығы бойынша қаңтар-қараша айында егін орағы, егін шаруашылығы, мал шаруашылығында үлкен өсім болды. Бізде өздеріңізге белгілі халықтардың басым бөлігі осы көкөніс өсірумен айналысады. Бізде ауданымызда бүгінгі күнге 37 қойма орналасқан. Осы көкөніспен шұғылданатын колхоз аумағындағы елді мекендер. Бүгінгі күнде бізде 105.364 тонна пияз алынып отыр. Сондай-ақ осы көкөніс сақтайтын қоймаларда, жаңа өзіміз айтқан 37 қоймада 38.150 тонна көкөніс сақталуда. Енді тоңазытқышпен қамтамасыз етілген қоймалар әрине көп емес. Алдағы уақытта әрине бұл жаңа заман талабына сай осы қоймаларды жабдықтау, соған бет бұру қолға алынатын болады. Бүгінгі күнге біздің қоймаларымыз осы
халықтың басым бөлігі жыл 12 ай тұтынатын қырыққабат, сәбіз, пияз, картоп сияқты мынау тоңазытқышты пайдалануды аса қажет етпейтін көкөніс түрлерін сақтауға бейімделген. Ал жаңағы өзіңіз айтқандай, мына жаңа заман талабына сай қоймалармен жабдықталу бұл алдағы уақытта жоспарда болатын жұмыс. Енді мен қазір сізге нақты айта алмаймын, бірақ та әлеуметтік желіде сізге жауап беремін осы бойынша. Жақсы, рахмет. Әріптестер. Дамира Маратқызы, баяндамаңызға рахмет. 11 айда біраз тындырымды тірліктер істеліпті. Енді бірнеше сұрақтар қойып өтейік өзіміздің атымыздан өңірлік коммуникациялар қызметінің. Оның ішінде WhatsApp-тан келгенде сұрақтарымыз бар. Енді Жамбыл облысында даулы мәселелердің бірі қаңғыбас иттер мәселесі. Бұл мәселе қалай шешілуде және питомниктер бар ма ауданда? Енді өздеріңізге белгілі ауданымыз халықтың саны жағынан Тараз қаласынан кейін екінші орында 160 мыңға жуық тұрғын бар. Бізде осы қаңғыбас иттерге байланысты Қордай ауылдық округінде және Гвардейск қалашығында осы мәселе өте күрделі десек болады. Өйткені осы аталған екі елді мекенде шындығында халық саны тығыз шоғырланған. Сондықтан осы мәселе бізде бар. Жалпы қаңғыбас иттер мәселесі бойынша биыл бізде бірқатар жауапты мамандарға тиісті шара қолданылған болатын. Питомник ашу бойынша Қордай ауылдық округінде жұмыс жүргізіліп жатыр. Алдағы уақытта ол іске қосылады, толығымен жабдықталып. Жалпы мәселе осындай. Қандай шара қолданылды, нақтысын айта аласыз ба? Бүгінгі күнде енді мынау бюджеттен бөлінетін қаражат әрине бұл мәселені толығымен шешуге болады деп айта алмаймыз. Өйткені айналып келгенде сол қаңғыбас иттердің пайда болуына мынау аудан тұрғындарының өзі де тікелей септігін тигізіп отыр. Біз қазіргі кезде осы түсіндіру жұмысына басымдық беріп жатырмыз. Ауданымызда өздеріңіз білесіздер, мынау 3 зонаға бөлінсе, сол әрбір зонада бізде қоғамдық келісім кеңесі бар және азаматтық институттар бар. Жалпы тұрғындармен кездесу кезінде біз ең басты мәселе ретінде осыны қоямыз. Өйткені қаңғыбас иттерден бірінші зардап шегетін тағы да өзіміздің тұрғындар. Жасырын емес, осы 22 жылы мысалы Жамбыл ауылдық округінде оқушы бала итталап ауруханаға түскен болатын. Бұл Гвардейск қалашығында да осындай факт орын алды. Сондықтан біз осы түсіндіру жұмыстарына басымдық беріп отырмыз. Енді халықтың сана сезімі, халықтың көзқарасы, яғни осы қаңғыбас иттерді жоюға бірден бір фактор болады деп ойлаймын. Рахмет, өзіңіз де айтып қалдыңыз, енді Қордай Тараз қаласынан кейін екінші тұр деп халық саны шоғырлану жағынан. Енді Қордай ауданы экономикалық даму көрсеткіштерімен халқының тұрмыс деңгейі жоғары аудандардың бірі. Жамбыл облысындағы аудандар ішіндегі халық көп шоғырланған мекен деп айта аламыз. Оны өзіңіз де айтып өттіңіз жаңа. Енді аудан орталығы Қордай ауылына қала статусын неге бермеске? Өте орынды сұрақ. Жалпы бұл мәселе өте ертеде де көтерілген болатын. Бізде мысалы Гвардейск қалашығы бар. Сол сияқты Қордай ауылдық округіне қала статусын беру мәселесі де көтерілген. Енді бұл жерде уақыт еншісі деп ойлаймын. Жалпы қала статусы берілген жағдайда осы ауданның орталығына үлкен қомақты қаражат бөлініп, ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына ол да өзіндік бір оң динамикасын көрсететініне әрине сенімім мол. Егер де күн тәртібінде бұл өзекті мәселе болып тұратын болса, жалпы жүзеге асатын дүние. Бірақ қазір бұл мәселе күн тәртібінде тұрған жоқ, Күн тәртібінде тұрған жоқ. Жақсы, түсінікті, рахмет.
Енді қайтарымсыз грантты неше адам алды жалпы ауданда? Оның ішінде жастардың үлесі қандай? Жаңа баяндамада айтылып кетті, биыл 253 адам осы қайтарымсыз грант алған болатын, соның 182-сі жастар. 182-сі жастар, Енді жол мәселесіне келетін болсақ, Төле би көшесінің жолын осыдан бірнеше жыл бұрын қыстың күні жөндеген екен. Бәрімізге белгілі, қыстың күні жөнделген жолдың сапасы нашар болады. Енді қазіргі таңда көшеде жол жоқ, бәрі шұрық тесік, қызыл кірпіштің түсі секілді балшық деп жатыр. Бұл WhatsApp-тан келген сұрақ бізге. Сонымен қатар Жамбыл, Жібек жолы, Пионерская көшелерінде жолдары нашар деп сұрақ жолдаған екен. Бұған не деп жауап бере аласыз? Өздеріңізге белгілі, 2020 жылы осы ауданымызға үлкен қомақты қаражат бөлінгенде, Қордай ауылдық округінде 101 көше, жаңылыспасам, осы орташа жөндеу жұмысынан өткен болатын. Ал енді жаңағыдай шұңқырлардың пайда болуы ол жасырын емес, әрине бар. Сондай-ақ бізде осы 22 жылы ямочный ремонт дейді, қаржы бөлінген, бірақ та конкурс жұмыстарының мерзімінде өтпеуі, одан кейін осы жол жөндеуге қажетті құрылыс материалдар дейміз ба, смола дейді, енді құрылыс тілінде қалай аталатын білмедім, сол уақытында келмеуі құрылыс жұмыстарын шындығында кешеуілдетті. Декабрь айының басында, қараша айында ямочный ремонттар жасалды. Әрине ол сапасы болған жағдайда оның қабылдау мерзімі бар, сондай-ақ мердігерлердің жауапкершілігі бар. Ол орын алған кемшіліктер түзетіледі, ол сол қалпында қалмайды. Ал енді есепті баяндамада да айтылған болатын, жалпы ауданымыздағы ауылішілік жолдардың 30% бізде қанағаттанарлықсыз жағдайда. Сондықтан жаңа сіз айтып жатқан бір қатар Төле би көшесі, Домалағана, ескіше Пионерская көшесі дейді. Расында сол кейбір бөліктері осы қанағаттанарлықсыз жағдайдағы жолдар, өкінішке орай. Енді алдағы уақытта да жергілікті бюджеттен осы мәселе шешімін табады деп ойлаймын. Енді бұл кемшіліктер нақты қай уақытта түзетіледі? Бұл бойынша бізде Қордай ауылдық округінде халықпен кездесу кезінде де, жалпы халықты жеке мәселемен қабылдау кезінде де айтылады. Енді бұл бойынша Қордай ауылдық округі әкімі тарапынан сіздерге тағы да қосымша толық жауап береміз. Уақытын, мерзімін нақтылап. Жақсы. Сондай-ақ көгілдір отын, яғни газдың қысымы өте төмен деп шағым жіберіпті WhatsApp желісінен тұрғындар. Өздеріңіз газ мәселесі. Жаңа естіп кеткендей, биыл бізде 22 жылы 5 елді мекенде газдандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы газдандыру мәселесі тек қана аудан басшылығының емес, облыс әкімінің де тікелей бақылауында. Өздеріңізге белгілі, осы әлеуметтік желіде Қызылсай ауылындағы газ мәселесі көтеріліп, шешімін тапқан болатын. Мынау газ қысымы төмен, бұл Қарасу елді мекенінде. Бұл жерде осы желтоқсан айының басында ғана осы мәселені көтерілгеннен кейін Қарасу ауылдық округінде кездесу өткізген болатынмын. Бұл жерде Қордай газ шаруашылығының басшысы, сондай-ақ СКН строй жауапкершілігі шектеулі серіктестік мердігердің өкілдері және тиісті осы салаға жауапты мамандармен халықпен кездесіп, халықтың мұң-мұқтажын, ойын тыңдап, сол бойынша аудан әкімінің өкімімен жұмыс тобы да құрылды. Енді мынау тәуелсіздік күніне орай, мерекелік демалыс күндеріне байланысты жұмыс тобының зерделеу жұмыстары біршама кешеуілдеп қалды. Біздегі негізгі осы өзекті проблемалық мәселе Қарасу ауылдық округінде. Яғни отопительный сезон дейміз ғой, жылыту маусымы басталған кезде резко осы қысымы
деңгейі төмендеп кетті. Бұл жерде бұрыннан келе жатқан тағы да бір мәселе бар. Осы Қарасу елді мекенінде 15-16 жылы Қордай газ инвест мекемесі тарапынан осы газ қосу бойынша қаражат жиналып 8 километр қашықтықта осы газ құбыры салынып, бірақ бұл жұмыс аяқсыз қалған. Шамамен 20 миллиондай халық алдында осы мекеменің берешегі де бар. Осы жұмыс мынау қазіргі газдандыру мәселесін біраз кешеуілдетті. Өйткені келісім бойынша сол газ құбырларына қосамыз деп жоспарлағанбыз. Алайда ол газ құбыры мынау талапқа сай болмай шықты. Жаңа диаметрі бар, басқасы бар. Сондықтан ол 8 шақырым жерге қайтадан газ төсеу мәселесі бар. Сол бойынша жұмыс өте кешеуілдеп жүріп жатыр. Өзім айтқандай, Қарасу ауылында бүгінгі күнге тек қана 20% халық газға қосылып отыр. Бұл әрине аудан басқа ауылдармен салыстырғанда өте төмен көрсеткіш. Яғни халықтың шынында да мынау күн суытып қыс мезгілі, қыс маусымында біраз реніш білдіретін де жағдайы бар. Енді бұл бойынша қазір жұмыс тобы зерделеп, тиісті қорытынды шыққаннан кейін өзім ойлаймын, тиісті шара қолданылады деп. Жақсы. Жаңа айтып өттіңіз, денсаулық саласында да біраз жұмыстар жүргізіліпті. Енді Қордай орталық аудандық ауруханасында дұрыс қарамайды деген сұрақтар да келіп түскен екен бізге. Дәрігерлер тарапынан дұрыс ем шаралар жүргізілмейтін секілді. Осы сіз айтып жатқан сұрақ өте көп айтылады. Бұның басты бір себебі өздеріңізге белгілі, біздің Қордай аудандық орталық ауруханамыз қазіргі кезде мынау халықтың санына қарайтын болсақ, соларды бір мезгілде қабылдауды қамтамасыз ете алмай отыр. Жалпы облысымыздағы ең ескі аудандық ауруханалар шығар. Мысалы, көп халық тарапынан, тұрғындар тарапынан бір бөлмеде, бір кабинетте 2 врач, 2 дәрігер қабылдайды деген сияқты наразылықтар. Яғни өзіңізге белгілі, енді бір кабинетте 2-3 врач отырғаннан кейін тиісінше халыққа, тұрғынға көңіл бөлінбейді. Жаңағы біреу ауырып келсе, екіншісі не дейді, мынандай плановый дейді ғой, жоспарлы келіп отырған тұрғын бар деген сияқты. Бұл мәселе бар. Яғни әрбір тұрғындармен кездескенде де, қабылдауда да біз осы мәселені түсіндіреміз. Және ауданымызға жаңа аудандық орталық аурухана салу мәселесі бірнеше жыл қатарынан көтеріліп те келе жатыр. Енді жалпы жоспарда бар, осы алдағы 23 жылы мәселе шешіледі деген. Өйткені жаңағы жобалық сметалық құжаттамасы әзірленді. Белгілі тиісті болашақ ықшам ауданынан жер телімі де бөлінді. Яғни алдағы уақытта осы тұрғындарды денсаулық сақтау саласымен қамтамасыз ету сапасын жақсартамыз. Бұл енді уақыт еншісінде. Негізі мәселе бар. Жақсы, рахмет. Сұрақ қосақ болды ма? Кешірсіз. Мен Нұржан Әш, облыстық Қарай газетінен мен қойған сұрағым сіздерге. Дипломмен ауылға деген бағдарлама бойынша аудандарды тазалаған жас мамандардың курсын істейміз. Бізге сол дипломмен ауылға, үй алуға берілетін қаражат, Қордайда үй қымбат, соған жеткіліксіз деген сияқты көп сұрақтар туындайды. Жаңағы 10 маманды сол ауылға деген бағдарламамен ақша бөлінді, қаражат бөлінді деп жатсыздар ғой. Олар жаңағы сол дипломмен ауылға бөлінген қаражатқа өздерінің жаңағы жүргізіп алатын үйлеріне алып жатыр ма деген сияқты сұрақты соған. Жағдай қалай толықтай қарастырылуда ма, мен сол сұрақты қойып сізге. Рахмет. Жалпы тұрғын үйдің қымбаттығы тек қана Қордай емес, басқа жалпы Қазақстан барлық жеріне тән мәселе шығар.
Расында да осы мәселе жылда айтылады. Бізде ауданның орталығында шынында да тұрғын үй, сатылымдағы тұрғын үй қымбат. Енді бұл жерде тағы екінші жағы бар. Сатылатын үй әрине барлық жағдай жасалған, құрылыс ауқымында барлық заманауи жабдықталған үйлер, ол тиісінше қымбат болады. Ал енді ауданымызда 41 елді мекен болса, басқа ауылдық жерлерде, мынау ауданның орталығынан шет жердегі елді мекендерде тұрғын үй қолжетімді. Яғни мынау жас мамандарға бөлінетін қаражатқа тиісінше сол жас маман тұратын тұрғын үй алуға болады. Сондай-ақ Қордайда жүргізуші куәлігінсіз көлік жүргізетін жасөспірімдер көп екен. Бұған не себеп? Халық заңынан қорықпайды ма, әлде тәртіп әлсіз бе? Жаңа есепті баяндамамда мен атап кеттім. 33 мыңнан аса жас бар ауданымызда. Халқымыздың 23%-ын осы жастар құрайды. Енді осы жүргізуші куәлігін пайдаланып көлік жүргізетін жастар кездесіп жатады, жоқ деп айта алмаймын. Бұл бойынша біз бір емес, жүйелі түрде, тұрақты түрде мынау мектептегі ата-аналармен, мектеп жасындағы оқушылардың ата-аналарымен, сондай-ақ колледж студентінің ата-аналарымен тұрақты түрде түсіндіру жұмысын жүргіземіз. Сол жүргізуші куәлігін пайдаланып көлікке отыратын, енді мен ойлаймын, жалғыз Қордайда ғана бар деп ойламайым, бұл барлық жерде. Енді бұған тағы да әсер ететіні халықтың әлеуметтік тұрмыстық жағдайы шығар. Бір үйде бірнеше көлік, ата-аналар сол баласына ерте бастан көлік алып қояды. Жалпы бұл жұмыс, бұл бағытта тиісінше алдын алу жұмыстары, профилактикалық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Өздеріңізге белгілі, мынау қазіргі кезде ауданымызда жаңа полиция бөлімінің ғимараты соғылып жатыр. Яғни алдағы уақытта бізде мынау қоғамдық тәртіп сақшыларының да штаттық бірлігі артады. Жалпы бұл жұмыс тұрақты бақылауда. Полиция бөлімінің де, жергілікті атқарушы билік өкілдерінің де тікелей бақылауында. Жақсы, рахмет. Сондай-ақ Қазақстандағы 3,5 мың полигонның небәрі 18% санитарлық талаптарға сай келеді. Ал Қордай ауданында қанша қоқыс полигоны бар және олар талаптарға сай ма? Енді Қордай ауданында, бұл менің салам болмағаннан кейін қазір нақты санын айта алмаймын, бірақ та қоғамдық талаптарға толық 100% сай деп те айта алмаймын. Өйткені өздеріңізге белгілі, елді мекендерде ауылдық округ әкімі, аудан әкімі тұрғындармен кездесіп жатқанда осы полигон мәселесі жиі айтылады. Өйткені санитарлық талапқа сай болуы, ол ең бірінші халықтың денсаулығына да әсер ететін жағдай ғой. Сондықтан алдағы осы 2023 жылдың бюджетін бекіткен кезде барлық ауылдық округ әкімдері осы мәселені ескерді. Енді сіздерге әлеуметтік желі бойынша осы жайында мен толық сіздерге жауап жазайын. Яғни қанша ауылдық округтың елді мекендерінде осы полигонға қаражат бөлінген. Өйткені бұл мәселе ең бірінші жағдайда ескерілді, қаражат қарастырылды бұны осы жағдайда. Жақсы, рахмет. Әріптестер, қосымша сауалдарыңыз болмаса, біз баспасөз конференциясын тәмамдаймыз. Құрметті Дамира Маратқызы алаңымызға келіп, тақырып аясында толық ақпарат бергеніңіз үшін біз алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермендер, тақырыпқа сай туындаған қосымша сауалдарыңыз болса, Жамбыл облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің әлеуметтік желідегі ресми парақшаларына немесе WhatsApp желісіне жолдасаңыздар болады. Аман сау болыңыздар.